Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Менің есімім Қыдыршаев Орал Абатұлы. Әлеуметтік пәндер пәні бойынша мұғалім болып жұмыс жасаймын. Сонымен қатар біліктілікті арттыру бағдарламасының авторы болып келемін. Сіздерге құқық негіздері пәнін оқытудағы тиімді педагогикалық тәсілдер онлайн курсын ұсынайын деп жатырмын. Және де бұл курс несімен өзекті? Құқықтағы жалпы оқытуда терминдерді бұл жерде түсіндіруден оқу әрекеттерін жалпы қалыптастыруға көшу өте маңызды болып келеді. Фактілерді талдау, жаңағы норманы қолдану, қорытындыны дәлелдеу, сонымен қатар мына құқық сабақтарында дәлелділік және де талқылаудың дұрыс рәсімі және де білім беру қауіпсіздігі ерекше мәнге ие. Бұл әрине курс сабақ нәтижелерінің субъективті әсерге емес, бір фактілерге, нормаларға және критерийлерге сүйеніп құрылуына жалпы көрсететін болады. Бұл курс кім үшін? Курс 9 сынып және де 11 сыныптарда құқық негіздері және әлеуметтік пәндерді оқытатын мұғалімдерге, алдымен әдіскерлерге, әдістемелік бірлестік жетекшілеріне, сондай-ақ оқу ісі жөніндегі орынбасарларға арналған. Яғни оқыту сапасына, нәтижелердің жалпы салыстырмалығына және де бағалаудың ашықтығына жауапты мамандар үшін өте маңызды болып келеді. Егер оқушылар әрине анықтамаларды білсе, норманы жағдаятқа қолдануда қиналса, ал талқылау дәлелдің жалпы орын басын кететін болса, онда курс әсіресе өте пайдалы болып келеді. Тағы бір практикалық сұрақ бұл жерде туындайды. Әсіресе мына дәлелдеуді және де топтағы үлесті қалай бағалау керек? Сонымен қатар мына сезімтал кейстермен жекеге бағыттамай, қақтығыссыз және де көпшілік қысымсыз әрине қалай жұмыс істеу қажет деген сұрақтарға жауап беретін болады. Сіз бұл құқық сабағын жобалаудың біртұтас жүйесін жалпы алатын боласыздар. Бұған мына мақсаты, оқу әрекеттері, оқу өнімі және критерийлер барлығы бір логикаға біріктіріледі. Мына кейс әдісі және де проблемалық сұрақтарды жалпы сондай-ақ академиялық коммуникация форматындағы пікірталастарды ұйымдастыру қағидаларын жалпы меңгеретін боласыздар. Негізгі нәтиже ретінде әрине құқықтық өнімдерді жалпы критерий бойынша бағалау құралдарды, мұндай жалпы норманы қолдану, дәйектеудің жалпы дәлелділігі және де байланыстың дұрыстығын жалпы бағаланатын болады. Бұл курс 6 модульден тұрады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, әр модуль бір-бірімен өте тығыз байланысты. Курстың практикалық қорытындысын айтатын болсақ, әрине енгізуге дайын әдістемелік құрал жиынтығын алатын боласыздар. Бұл құқықтық жағдаятты талдау алгоритмі, жаңағы пікірталас, дебат және де рәсімдерді модельдеу сценарийлері, сондай-ақ ой қорыту сапасын бағалауға арналған критерийлер, дескрипторлар және чек парақтарды алатын боласыздар. Сіз артық жүктемесіз әрине де және де бір жақтылықсыз нақты кері байланыс беріп, нәтижені тіркей алатын боласыздар. Енді оқу форматы туралы айтатын болсақ, түгелдей жаңағы онлайн форматында өткізіледі. Бейне материалдар, әдістемелік жалпы ресурстар және де мектеп тәжірибесіндегі қолдануға бағытталған практикалық тапсырмаларды алуға мүмкіндік болады. Енді қорытынды аттестаттау бұл жерде әрине курс мазмұны бойынша тестілеу форматында жүргізіледі. Құрметті әріптестер, сіздерді құқық негіздері пәнін оқытудағы тиімді педагогикалық тәсілдер курсына шақырамын. Мен есімім Қыдыршаев Орал Абатұлы. Назарларыңызға көп рахмет. Тыңдаушылар қатарында көргеніме қуаныштымын. Сау саламат болыңыздар.